Сәлем баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіздер. Мастер-класты бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайкты басып, қолдау білдіріңіздер. Бүгінгі мастер-класста сіздерге Wind Blown, жел соққан құрағын таза мақпалдан құрауды үйретемін. Сіздер қалаған маталарыңызбен құрай аласыздар. Ол үшін мен таза мақпалдың екі түсін таңдадым. Міне қызыл және көк. Екеуінде 15-те 15, былай 15, былай 15 сантиметр етіп 16 шашы қиып аламыз. 8 үштугі көктен, 8 үштугі қызылдан. Осы 16 штук шашыны ортасынан қиып шығамыз. Ол қиып шығу үшін міне бәрін осылай сызып қойдым, дайындап. Осы сызып қойғанымызды міне қиып алдырмыз. Осы қиған қиындымызды көк пен қызылды бір-біріне қосып тігіп шығамыз. Тігу үшін бірінші осы көкті былай алып аламыз. Оның үстіне былай қызылды қоямыз осылай. Сосын мынаның басын закрепка беріп, аяғын закрепка беріп тігіп шығамыз. Барлығын тігеміз. Осылай қойып. Міне барлығын тігіп алдық. Енді мынаны ажыратып аламыз. Міне осындай болып шығады, көк пен қызыл. Енді құрағымызды құрап бастаймыз. Құрағымызды құрастырамыз. Бүйтіп істейміз. Бірінші мына қызылымызбен мына қызылымызды осылай бір-біріне тігіп аламыз. Міне қызылымызбен қызылымызды тігіп алды. Енді дәл осындай көк пен көкті тігіп аламыз. Міне көк пен көкті осылай тігіп аламыз. Енді осыны осылай бекітеміз. Міне бірінші несі шықты. Қатары шықты бірінші. Тазан қолы бірінші қатары шықты. Енді екінші қатарын тігеміз. Осылай. Оған былай қоямыз.
былай қоямыз. Енді осыны тігіп аламыз. Осылай өтіріп тігіп аламыз. Міне. Енді үшінші қатарды осылай қоямыз. Сосын мынаны өстіп қоямыз. Енді мына екеуін өстіп қайырамыз да тігіп аламыз. Міне. Енді оны екеуін осылай қаратып тігіп аламыз. Бұл осылай шықты. Енді осыны бір-біріне шатыспас үшін қаратып тігіп аламыз. Енді мына екінші қатары бітті, екі қатары. Енді үшінші қатарды істейміз. Ол үшін үшінші қатарды осылай қоямыз. Сіздерге көрініп тұр ма? Осылай қоямыз. Осылай қоямыз. Осы екеуін тігіп аламыз. Бүйтіп қайырамыз да. Міне, осылай тігілді. Енді мына қатарды осылай қоямыз. Мына қатарды осылай қоямыз. Енді бұны да бір-бірінен бүйтіп қаратып тігіп аламыз. Міне, енді осы екі көкті бір-біріне қаратып, осылай тігіп аламыз. Үшінші қатарды. Міне, енді осыны тігіп алайық.
Міне үшінші қатары дайын болды. Енді төртінші қатарын тігеміз. Ол үшін біз екі көгімізді осылай тігіп аламыз. Міне, енді екі қызылымызды бүйтіп тігіп аламыз, өстіп қайырамыз да, осылай тігіп шығамыз. Міне, осылай шықты. Енді мынаны былай қаратып тігіп аламыз. Қызыл мен көкті бір-біріне қаратамыз да, осылай тігеміз. Енді осылай қаратамыз да, төртінші қатарымызды осылай тігіп шығамыз. Төртінші қатарымызды тігіп жатырмыз. Міндетті түрде құрақтың басында, аяғында закрепка бересіздер. Міне біздің үнді блон жел соққан құрағымыз дайын болды. Арты осындай болып құралады, узоры алды. Міне сіздерге көрсетем. Міне алды осындай болып шығады. Үйреніп алыңыздар. Шай көрпе, әртүрлі нелер жасауларға болады. Игіліктеріңізге пайдаланыңыздар.